Ардақты ағайын, мен Думан Мұхаммедкәрімнің үйіндемін. Думанның ата-анасынан Думанның хәл жағдайын білу үшін түрмедегі Думанның көңіл күйі қалай, оны түрмеде қалай ұстап отыр, осыған байланысты мен келдім. Бірінші қазір Думанның анасына сөз беремін. Абзал балам, мен мысалы сұхбат бергенде өзің сияқты тілшілер, журналистер келіп сұхбат алады ғой менен. Мен жауап берем. Өйткені сіздер үйге менен Думанға барып келгеннен кейін келесіздер, сұрақ қоясыздар, Думанның қалы қалай екен деп сұрайсыздар. Сіздерден халықтар сұрайды. Абзал, Думан тыныш болып қалды ғой, не жағдай деп. Сол үшін сіздер бізге келесіздер. Сіздер барып келдіңіздер ғой, Думанның қалы қалай екен деп. Сосын біз сіздерге жауап береміз. Мысалы, кеше Думанға тағы да барып келдік. Бірақ та біз әрең барып келдік. Жүріп жүрген мәшинеміз сынып қалды. Енді бара алмаймыз. Бір ай ма, 2 ай ма ол мәшинені жөндеу үшін де талай әңгіме керек қой. Оның үстіне ақсақал Алмастың денсаулығы сыр беріп жүр. Аяғынан жүре алмайды. Енді Думан қазір аштық жариялап жатыр. Енді оның аштық жариялайтын 2 күннің бірінде неге жариялайды екен деп елдерді айтады ғой. Думан өзін денсаулығын құртып жатыр, неге жариялайды деп. Ол денсаулығын кім құртқысы келеді дейсің? Былтыр мартта қамалғаннан биыл мартқа дейін қамауда отырған бала не тергеп тексеріп шығарған емес, не осы мойнына қойған емес, сен осындай қателік жасадың деп. Ол бала қарадан қарап отыр ғой. Абзал, өзің де білесің, халық та біледі, ел де біледі. Тек шындықты айтқан. Мысалы, қазір су тасқыны болып жатыр. Өзің шырылдап жүгіріп жүрсің. Осы сияқты санаулы журналистер ғана жүр ғой. Сол шындықты әр кездің өзінің бір кемшілігі болады. Ол қаңтардағы кемшілікті айтты да, қымбатшылық алғаш басталған сол қымбатшылықты айтты ғой. Сол үшін қамалды. Сіздің өзіңізде де қамады. Мысалы, Думанға бардым деп. Думан енді террорист емес, анау емес, мынау емес, бірінші сұхбатында да айтқан. Ол үшін қамайтын олардың жөндері жоқ. Сіз өз жұмысыңызды өзіңіз атқарып жүрсіз. Тілшісіз халықтың мұңын, мұқтажын жеткізіп жүрсіз. Сол үшін албаты бір қараңғы екі апа ұрысқаны ұқсатып, сен Абзал Думанға неге бардың деп қамау сәпсін қисынға келіспейтін нәрсе. Бірді бірге соғудың қажеті жоқ. Мысалы, оқыған ана жерде отырған соттар, адвокаттар үйтіп біреудің пәлесін біреуге жабудың еш қажеті жоқ. Соның бәріне за болған Думан аштық жариялап жатыр. Біз даяйды, біз бара алмаймыз. Алыс жол, қыс демей, жаз демей барып жатырмыз. Оның үстіне неге мойныма қоймайды? Менің қателігім, жіберген қателігім болса, айтпайтын болмаса неменеге бостан босқа ұстап отыр дейді. Оның еш қателігі жоқ, ешқандай қоятын, тіпті жаласы жоқ. Қарадан қарап қамап отыр. Ол бір, оған мен жауап бере кетейін дегенім. Екіншісі, әр тілші келген сайын мен есік алдыма келген журналистерге жоқ, мен Думан туралы айтпаймын, қайтыңыздар деп қайтарып жіберу менің тіпті адами қасиетіме жатпайды. Олар біреу үшін шырылдап жүр ғой. Халық олардан сұрайды, мен оларға айтуым керек. Соны бір адам жазған ғой, мүмкін ақылы таяз шығар, мүмкін үкімет жаздырып отырған шығар, оны білмеймін. Сіз дейді, апа, мыжи бермей дейді, үйіңізде тіпті ешқандай немереңізді бағып отырмайсыз ба дейді. Мен мыжиын деп мыжып жүргем жоқпын. Мен шындығымды айтып жүрмін. Менің немерем үлкен 22 жаста. Мен немерем кезінде менің қолымда болған, туа сап келінім оқыған білімді бала. Ол аспирантура қорғаймын, магистратура қорғаймын, анау мынау Думан екеуі Астанада жүрді. Мен олардың оқыған оқуына кедергі жасамай немеремді бақтым кезінде. Түрей құмды 4 бөліп малышпен бағып жеткіздім. Бірақ қазір олар айырылысқалы 10 жылға таяп қалды. Соны сұрайды. Айырылысып кетіпті ғой, неге деп. Біреудің семейный проблемасында біреудің не шатағы бар, мысалы. Өздері олар қырылысқан жоқ, төбелескен жоқ, бірін-біріне кінә таққан жоқ. Екеуі де оқыған білімді адамдар. Келінім деген қазір жоғарғы орында сабақ береді университетте. Білімді, оның әке-шешесі де білімді. Оқыған адамдар. Оның әке-шешесінде кінәсі жоқ, біздің де кінәміз жоқ. Келініміз бен ұлымыз өздері бір-бірінің еркесі болды, жас болды, не болды, жараспады, айырылысты. Біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Мен немеремді жеткіздім. Бір тал ұлымнан бір тал немерем бар. Оны жеткіздім, қазір шетелде оқуда. Ол менен ештеңе сұрап отырған жоқ. Бірақ мен апалық, аталық міндетіміз үшін шалымыз екеуміз пенсия алғанда 500 теңге жіберетінбіз. Әкесі қазір түрмеде жатқаннан бері ол ұлым ақылдылығын айтсаңызшы. Апа, маған сіз пенсияңыздан 500 теңге жібергенше әкеме барып көмектесіңіз. Мен болсам шетте жүрмін.
Маған анам көмектесіп жатыр дейді. Оның анасы менен артық тұрмаса кем тұрмайды. Басында үйі бар, өзі еңбегімен алған. Жалғыз тал ұлына бізден артық көмек жасап жатыр. Ол грантпен түскен оқуға, өзінің грантпен, өз күшіменен түскен. Оның тамағына несіне әкесі ешкімнен, шешесі ешкімнен алақан жайып отырған жоқ, өзі обеспечить етіп жатыр. Менің келінімдей ақылды келін жоқ шығар, бірақ біздің кінәміз емес олардың айырылысқанына. Тағы да қайталап айтамын. Бұлардың айырылысып кеткеніне 10 жыл болды. Оның семьясын қайта-қайта шұқып, Думан неге семьясымен ажырасты деп, каждый комментарийді жаза берудің неменесі жоқ. Оның ешқандай бірін-бірі, әлгі басқа адамдар бірін-бірі өлтіріп жатыр ғой. Құдай оның бетін арғысын, ол екеуі даже төбелескен жоқ. Бірдеңе жетіспегендіктен болған жоқ. Өздерінің арасында бір өкпелері болған шығар, кетті. Ол ұмытылатын уақытта болды. Мысалы, келінімді үйленген жоқ әлі. 10 жыл болса да, ұлым да үйленген жоқ. Немерем 22 жаста ақыл тоқтыққан үлкен болды. Ал немерем Дидар үйленіп, маған шөбере сыйлап жатса, күйім келсе, денсаулығым болса, әлі де бағуға дайынмын. Бұл сізге берген менің жауабым болсын. Екінші жауабым, журналист деп тисе береді. Кім журналист болсын, журналист болмасын, ол басқа мамандық болсын, оның тіл байлығы жетіп тұр, халқының қамын жеп сөйлеп жүр. Мысалы, Абзал болсын, басқа журналистер болсын, оның семьясын, проблемасын ашып, оның дипломын сұрап, оның мамандығын сұрап жатудың да қажеті жоқ. Тіл байлығы жетіп тұр ма? Сұрасын, халықтың қамын жесін. Халықтың қамын жеп жүгіріп жүрсің ғой, Абзал өзің. Мысалы, сені де қамады дейді. Думан да қамауда жатыр, Айгерім де қамауда жатыр. Жыланбайды мен танымаймын, ол да қамауда жатыр. Оның не себеппен қамағанын да білмеймін. Айгерімді точно білем. Айгерім жазықсыз, Думан жазықсыз. Енді басқа кісіге мен жауап бере алмаймын, өйткені ол кісілерді танымаймын, көрген жоқпын ғой. Айгерім менің қолымда өскен бала. Осы үйге неше келіп, неше кетіп жүрген бала. Титімдай қыз, ол аэропортқа шабуыл жасамақ түгілі, көршіге сөйлей алмайтын қыз. Бірақ та мамандығы журналист. Ол айту керек, іздену керек халықтың. Мысалы, су тасқыны болып жатыр, қазір Айгерім мен Думан түрмеде отырмаса, өзің айтпақшы, Абзал. Олар суды кешіп жүріп, солардың жанында жүретін еді қазір. Ағын ақ деп, қарасын қара деп, қаңтарда қырғын құсатып, енді шындықты шығаратын еді. Халық, қара халық қазір. Біреулер айтады, ой, Тоқаев, сізге рахмет, бізді школдың бір бұрышына төсексеп жатырсыздар ғой, су тасқында, не болмаса қазақ үйде жатырмыз, соған риза. Бірақ та халық не жағдай жасады оларға? Тұр ғой, үйдегенің этаж үйдер. Неге жинейді соларды апармайды, школға үйіп төккенше? Мысалы, неге ақша сұрайды олар? Бір әртістер байқұс. Әнсап өздері күндерін әрең көріп жүрген әртістер ақшасын жинайды. Қарағалық ақша жинап, соларға көмек жасап жатыр. Оларды әңгіме қылады. Ойбай, мына әртіс неше күйеден шықты, мына әртіс неше әйел тастап, ананың ақшасы көп қой, шашып жатыр Димаш деп. Жоқ, ол қалпына жаны ашығандар соны істейді. Бірақ та біреудің семейный проблемасында ешкімнің шаруасы болмасын. Қазір ақ болып отырған ешкім жоқ. Біреудің басында какасын көрмей, өз басында какасын көріп басын елдер. Қателіксіз адам болмайды. Мысалы, мен 70-ге келген, менен де өткен шығар қателік жастық кезде. Әркімнен қателік өтеді, бірақ ондайды терудің қажеті жоқ. Халыққа жаны ашыған адамдарға ғана, халық сөйлеген адамдарға ғана рахметін айтып, сөйлесе, дұрыстап сөйлесін. Менің айтарым осы, менің баламды шығарсын, менің балам жазықсыз. Оның арғы жағын, бергі жағын, семьясын, басқасын тергеп тексеретін үкімет, сот өздері тексеріп жатыр. Қара халық, оны міне жерге комментария жазып отырған, екінің бірі оларды тексеретін жөндері жоқ. Олар өсек іздеген адамдар. Мысалы, менің семьямда ешкімнің шаруасы болмасын. Абзал, сенің семьяңда ешкім шаруасы болсын. Әркімнің әртіс болсын, күйеуімен айырылсын, әйел тастасын, кім болсын, ол өзінің маңдайына жазылған әңгіме. Ол өздері үшін өздері жауап береді, халық оның қатысы жоқ. Міне ардақты ағайын, Думанның анасының сөзін тыңдадыңыздар. Яғни биліктің өңкей боттары бар, биліктің арнайы жалдайтын бота фирмасы бар, фейк аккаунттан жазатындар бар. Адамдарға, яғни билікке қарсы шыққан, биліктің пікірімен келіспегендерге олардың жеке өмірін қазбалап, оларға туралы бір лас әңгімелер айтып, сондай ақпарат тарататын арнайы топ бар. Сондықтан Думанның анасының айтқан сөзінде жан бар. Адамдардың қоғамдағы кескін келбетін, күрескерлігін, олардың қабілетін бір бөлек қарау керек, олардың отбасылық жағдайын бөлек қарау керек.
отбасына ешкім кіріспеу керек. Жеке өміріне қол сұғушылық болмау керек. Сондықтан Думанның анасы өзінің жүрек жарды сөзін айтты. Кейбір адамдарға қатысты ренішін айтты. Бірақ бұдан, осындай сөздерден Думанның аласарып қалмайтындығы, оның беделінің түсіп қалмайтыны анық. Сондықтан сөйлесек, ірі сөйлейік, нақты, егерде кім туралы айтатын болсақ та, нақты олардың іс-әрекеттерінен, сөздерінен кінәрат іздейік. Ал жеке өмірінен, отбасылық өміріне ешкім араласуға қақысы жоқ. Назарларыңызда болған абзал достар, келесіде жүздескенше.